Бәріне сәлем, қара шаңыраққа келін түсірейін деп жатырмыз. Менің туған қайнағамның ең үлкен баласы үйленіп жатыр, яғни атамыздың немересі. Солай дайындықты біз бастап кеттік. Қонақтардың барлығы есік алдында далада таза ауада отырсын деп осындай стулья заказ бергенбіз. Енді бұл жерде бүкілі набормен жүреді, яғни жаңағыдай титан, қазан ошақ, ыдыс-аяқ деген секілді осының барлығын тасып, ыдыс-аяқтың барлығын бір жерге жинап жатырмыз. Балам да көмектесіп жатыр ғой. Стульяларын барлығын түсіріп, навестің астына жайғастырып жатыр. Осында дөңгелек стол екен. 12 штук орындығымен бірге мына жерде енді барлығын қалай қою керек енді айтып жатырмыз. Сонымен қатар оформлениесіне бірге алдық та, жаңағыдай қызыл дорожкасымен, жан-жағында гүлдермен бірге. Одан кейін столдың барлығына өздері жапқыштарын жауып, ленталарын тағып, сөйтіп беріп кетеді екен. Сосын осындай золотистый, ақ ыдыстары, нан салғыш, енді в общем барлығы бірге келді. Гүлдеріне жапырақтарын, роза гүлдерін барлығын іліп дайындап берді. Ал біз болсақ мына жақта тез дайындап жатырмыз. Бауырсақтар, салат, анау-мынауларды істеп жатырмыз. Ер адамдар мына жерде міне мал сойып, жаңағыдай бастарын, сирақтарын үйтіп жатыр. Мына жерде ыстық майымыз қызып тұр. Қатты қызып кетті ме, астын қатты жағып жібергенбіз ғой. Сонымен бірінші бауырсақтар күйіп кетті ғой барлығы. Одан кейін екіншісінде уже от басылғаннан кейін жақсы дәмді болып шықты ғой. Негізі қазан ошақта піскен бауырсаққа жетпейді ғой, дәмі өте ерекше болып шығады. Енді кешкісін келінді алып келейін деп жатыр Балқаш қаласынан. Сондықтан бізде қызу дайындық жүріп жатыр. Мына жерде қайнапкем, абысындарым, әпкелеріміз барлығы дайындалып, жаңағыдай еттерді реттеп жатыр. Мына жерде құдалықтың еті деп бөлек-бөлек қойып, мына жерде голем бар, крылышки бар, барлығын реттеп жатырмыз. Мына жерде қайнапкем мен жеңгем осындай салаттар істеп жатыр. Балаларға шарларды үрлетіп қойдық, далаға оформлениеге қыстырып ілгенге деп балалар енді шар үрлеп жатыр. Одан кейін үлкен кісілердің барлығы әдеттегідей отырып, мына жерде құдағиларына, жаңағыдай қуғыншыларға не тағуға болады, осының барлығын, тойға керек жарақтың барлығын енді үлкен кісілер көрсетіп жатыр. Абайка, одан кейін жағалы киімдер, енді түсінесіздер ғой, соның барлығын көрсетіп, 5 деген бағалды абысынымыз. Сөйтіп енді далаға шығып, не гүлдерді қойып, уже келін келе жатыр деп сигнал келді. Біз болсақ дайындалып жатырмыз ғой, зыр жүгіріп жатырмыз. Мына жерде дорожканы енді келгенде жайып қоямыз дедік та, әйтпесе балалар деген басып батпақ қып тастайды деп жаймадық. Одан кейін біз мына жерде столды дайындауға кірісіп кеттік. Торттарды, пирогтарды, салаттарды барлығын енді дайындап жатырмыз. Біз кеше мына стульяны заказ бергенде ыдыс-аяғымен бірге келді ғой. Барлығын енді реттеп салып қойдық. Одан кейін Қарағандыдан тағы бір келініміздің мама-папасы келді. Құдағиларды қарсы алып, ішке жайғастырдық. Құдалар келді, құдалар. Сонымен жастардан сигнал келді, біз жетіп қалдық дегеннен кейін алдынан жеңгеміз осындай ақ орамалын алып шықты. Жастар осылай бейбілдатып, сигналдатып жетіп келді ғой. Мұнда біз барлығымыз улап-шулап енді келінді күтіп алуға шығып жатырмыз. Келінді көрімді кім береді? Көрімді бөседі. Балық жерді өтіре бер, жан-жақта. Сонымен қайнымның мына досы жомарт екен. Көріндік бермесеңіздер келінді көрсетпеймін деп 7000 теңгені қалтасына басып алды ғой, көріндікті жинап. Сонымен келінімізді осылай машинадан түсірмей жатып, жеңгеміз орамал тақты басына, одан кейін барып түсініп, шашуымызды, жаңағыдай жылтырағымызды барлығын шаштық. Солай шашқан шашуымызды алып үлгеріп жатырмыз. Жас келін де алып жатыр ғой шашудан. Сөйтіп ақ орамалды басына жауып, екі жағынан екі жас келін ұстап үйге кіргізді. Осы жерде бірден айтып кетейін, келініміз метиска, папасы қазақ, мамасы орыс. Ал мына жерде дәстүр бойынша енесі келін қарсы алып, кеуделеріне жаңағыдай лепешканы қойып, осылай бетінен, маңдайынан сүйіп жатыр. Сонымен енді келінімізді кіргізіп, осылай адыраспанымызды тұтатып, майын жағып, келіннің бетінен аластатып жатыр. Әдеттегідей осы салт дәстүр бойынша барлық жөн жоралғаны орындап жатырмыз. Одан кейін қызыл дорожкадан осылай өтіп, сәлемін салып, мына жерде енді үлкен кісілер, қайнатам, қайнағаларым барлығы тұр. Енді осы кісілерге сәлемін салып, осылай келе жатыр. Өткенде көбісі неге беті ашылмаған келін сәлем салама деп жатыр екенсіздер. Енді үлкен кісілерден аттап кетіп қалмайды ғой, сондықтан үйге кірерде осылай сәлемін салып кірді. Сөйтіп үлкен кісілердің қайнатамның патасын, ақ патасын алып, келінді үйге шымылдықтың астына орналастырды, жайғастырып.
Мына жерде қайнатам немересін құшақтап сағынышын басып құттықтап жатыр ғой, жылап жатыр сағыныштан. Қайнап келерім тұр. Мына жерде міне абысындарымыз барлығы енді тік аяқта қызмет жасап жатыр ғой. Сонымен келінді шымылдырықтың астына жайғастырдық. Мына жерде әдеттегідей салт дәстүр бойынша білесіздер, қайын сіңілдері, қайнілері жанында отырады, суретке түседі дегендей. Ал сыртта міне ет асылып жатыр, абысыным тұздығын барлығын дайындап жатыр. Сонымен енді кеш болды, қуғыншыларды күтіп жатырмыз. Қуғыншылардың алдында мінекей бірінші зарядка алып алайық деп осылай билеп барлығы көңілдерін көтеріп алды. Осылай Чу қаласынан да қуғыншыларымыз келді. Міне ағасы, одан кейін екі әпкесі, туған әпкесі барлығы келіп, қызды көрсетіңдер деп жатыр. Одан кейін шымылдықтың астынан алып шығып, осылай енді ағасы мен қарындасы, әпкесі көрісіп жатыр ғой. Енді бақытты бол деп енді келісіммен болғаннан кейін ондай аса қатты опросқа жаңадай сұрақтың астына алған жоқ. Міне ағасы қатты құшақтап жатыр ғой. Одан кейін туған әпкесі мінекей осылай қуғыншыларды да орындарына жайғастырып, далаға отырғызып, бірінші ыстықтай қою шайымызды бердік. Оған шейін туған туыстар бір-бірімен танысып жатыр, құдашалармен. Мына жақта біз енді қамырларын салып, абысындарын барлығы дайындап жатыр. Әпкеміз тұздығын дайындап салып жатыр. Біз болсақ етті беріп тұрмыз. Солай ыстықтай тамағымызды бердік. Сосын тамақтан кейін арбуз, осы қауындарымызды турап, дайындап, столдарына ұсынды. Сосын қайналарымыз құдашаларды ортаға алып, күшті би жарыстары болды. Осылай келінімізді аман есен түсіріп алдық. Енді ертең тойға дайындаламыз. Қуғыншыларымыз да аман есен, довольный, күшті көңіл күймен шығарып салды. Енді тойдың қызықтарын салайын ба, комментарияға жазып кетіңіздер.